Сонымен, неліктен жазбаны 45 жылғы мұқият зерттеуден кейін Роберт Дик Уилсон анықтаған ең ғажап нәрселердің бірі. Бұл патшалардың есімдерінің киелі жазбада қатесіз жазылғандығы болды. Сіздерге оның нені анықтағанын айтып беруіме рұқсат етіңіз. Уилсон киелі кітапта кем дегенде 29 көне патшалардың есімдері жазылғандығын айтады. Олардың есімі бұл маңызды киелі кітаптың ғана емес, басқа заманға сай мұраны зерттеушілерге де әйгілі. Осыған дейін түсінікті ме? Киелі кітаптан тыс жерлерде де ескерілетін 29 патшалардың есімдері, басқа да ескерткіштерде өмір сүрген уақытына қатысты жазылған. Осы 29 патшалардың жалқы есімдері 195 дауыссыз әріптен тұрады. Сөзден емес, дауыссыз әріптерден. Осы 195 дауыссыздан бар болғаны 2 немесе 3 әріпі ғана қазіргі зерттеушілерде сұрақ туғызады. Оның өзінде бірнеше мыңжылдықта мәтінді қолмен жасалған көшірмеден кейін бар болғаны 2 немесе 3 ғана басқа құжаттарда жазылғандармен салыстырғанда дұрыс жазылғандығына байланысты күмән туғызады. Басқаша айтқанда, көне келісімде патшалардың есімдері басқа көне заманғы ескерткіштерде қалай жазылған болса, дәл солай жазылған. Жазылуының дәлдігі жоғалмаған. Ал осы жазбалардың кейбіреулері 2000-4000 жыл бұрын жасалған. Уилсон барлық әріптердің екеуінен басқа асқан дәлдікпен жазылғанын және таза да оңай оқылатынын анықтады. Басқа 2 әріп жалпы түсінікті, бірақ басқалары іспетті өте жақсы көрінбейді. Сонымен көне заманның билеушілердің есімдерін құрайтын 195 әріп 2000-4000 жыл бойына мүлтіксіз етіп көшірілген. Сіздер, Джош, бәрі тамаша, бірақ бұл нені дәлелдейді деуіңіз мүмкін? Шынымен бұл нені дәлелдейді? Жарайды, келесі бейне үзіндіде, мүмкін 2 үзіндіде мен көне заманның басқа әдебиетімен салыстыру жасаймын. Осы жылдар бойына не нәрсені түсінгенімді білесіздер ме? Неғұрлым киелі жазбаны басқа да көне заманғы әдебиетпен салыстырсам, соғұрлым, білесіздер ме? Құдай сөзіне соғұрлым көп құрметпен және тамсаныспен ене түсем. Және мен сіздердің Құдай сөзіне деген осы құрмет пен тамсанысқа ортақ болсаңыздар деймін. Роберт Дик Уилсонның киелі жазбаны басқа көне заманғы әдебиетпен салыстырғандағы анықтағаны жайында бөлісуімді тыңдаңыздар.